Hello everyone. Сәлеметсіңдер ме балалар? English for Kazakhstan grade 4 Pupils book page 22, 23, 24. Осы кітап бойынша 22, 23, 24 беттердің тапсырмаларын орындайтын боламыз балалар. Exercise 1. Listen and read. A wonderful family. Бірінші тапсырмада тыңдалымды тыңдап оқимыз. Керемет жанұя. Picture 1. Well, bye for now. Be good for grandma. Жарайды, қазірше сау болыңдар. Әжемен жақсы болыңдар. Bye, mom. See you on Friday. Анашып сау болыңыз. Жұма күні кездесеміз. Picture 2. Can I make breakfast? It's okay, grandma. Dad makes breakfast every day. Екінші суретте әжесі айтады. Таңғы асты жасап берейін бе? Әже бәрі дұрыс. Әке таңғы асты күнде жасайды. Picture 3. Let me do the dishes. It's all right, grandma. I do the dishes every morning. Үшінші суретте әжесі айтады. Ыдыстарды өзім жуайын. Бәрі дұрыс, әже. Күнде таңертең мен өзім ыдыстарды жуамын. Picture 4. What about the rubbish? Can I take out the rubbish? Don't worry, grandma. I take out the rubbish every morning. Төртінші суретте. Ал қоқыс ше? Қоқысты шығарайын ба? Әже, уайымдамаңыз. Күнде таңертең қоқысты өзім шығарамын. Picture 5. Oh no, this rubbish bag is very heavy today. Rollo, help? О, жоқ. Қоқыс сөмкесі өте ауыр бүгін. Rollo, көмектесші. Picture 6. Look how small the rubbish bag is now. Well done, Rollo. Қарашы, қоқыс сөмкесі кішкентай болып қалды. Rollo, жарайсың. The next one, келесі бет. Lesson 4. Picture 7. We are a wonderful family. We all help around the house. Oh, look, it's 7:45. It's time for school. Mom takes us to school every day. Жетінші суретте. Біз керемет отбасымыз. Біз барлығымыз қоршап, үйде көмектестік. О, қара, сағат 8-ге 15 минут қалды. Мектепке уақыт болды. Анам бізді мектепке күнде апарады. Picture 8. Don't worry. I can take you to school. Come on. Grandma, you are the best. 8-ші суретте. Уайымдамаңдар. Мен сендерді мектепке өзім алып барамын. Жүріңдер. Әже, сен мықтысың. Exercise 2. Read again and answer. Екінші тапсырмада қайтадан мәтінді оқып, сұрақтарға жауап береміз. In the Wonders family who? One makes breakfast. Бірінші сұрақ. Керемет отбасыда кім таңғы асты жасайды? Dad makes a breakfast every day. Әкесі таңғы асты күнде жасайды. 2. In the Wonders family who does the dishes? Ыдыстарды кім жуады? Elsa does the dishes. Ыдыстарды Эльза жуады. 3. In the Wonders family who takes out the rubbish? Қоқыстарды кім тастайды? Cody takes out the rubbish. Қоқыстарды Коди тастайды. 4. In the Wonders family who takes Elsa and Cody to school? Mom takes Elsa and Cody to school. Эльза мен Кодиді мектепке кім апарады? Эльза мен Кодиді анасы мектепке алып барады. Exercise 3. Listen and read. Make a new dialogue with your friends. Үшінші тапсырмада диалогты оқып, тыңдап, осы сияқты досыңмен жаңа диалог құрастыр. Бірінші диалогты оқып, аударайық. Дания, can I make breakfast? Дания айтады, таңғы асты дайындап берейін бе? Айдар, it's okay, Дания. I make breakfast every day. Айдар айтады, бәрі жақсы, Дания. Күнделікті таңғы асты өзім жасаймын. What about the dog? Can I walk the dog? Ал итті ше, итпен серуендеп келейін бе? Yes, of course. Thanks, you are welcome. Иә, әрине, рахмет, оқасы жоқ. Жаңадан диалог құрастыр. Can I do the dishes? No, thanks, Amina. I do the dishes every evening. What about the rubbish? Can I take out the rubbish?
Yes, please. That would be great. You are welcome. The next one, Elizabeth. Lesson 5, page 24. 24-ci бет 5-ci сабақ. Learn from the good, hate the bad. Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен. Exercise 1, listen, point and repeat. Бірінші тапсырмада тыңдағанды тыңдап, көрсетіп қайталаймыз. Wear a uniform. Мектеп формасын кию. Chew gum. Сағыз шайнау. Shout. Айқайлау. Be quiet. Тыныштық сақтау. Make a noise. Шулау. Drop litter. Қоқысты тастау. Exercise 2, read and underline. Then listen and check. Екінші тапсырмада оқып, астын сызамыз. Тыңдауымды тыңдап тексереміз. Follow the classroom rules when you go to school. Follow the classroom rules because that's how to be cool. You must stay in your seat and keep your desk neat. Follow the classroom rules because that's how to be cool. You must be there on time and never jump the line. Follow the classroom rules because that's how to be cool. Exercise 3. Sing the classroom rules song. Үшінші тапсырмада classroom rules әнін бірге айтасыздар. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сабақ пайдалы болса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Bye-bye.